Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздермен сырный суп рецептісімен бөлісетін боламын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар бұл балқытылған ірімшік, картоп, сәбіз және де пияз. Көкөністерді мен алдын ала турап алдым. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды салып, қыздырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша сұйық майды да қолдансаңыздар болады. Оның үстіне пиязымызды салып, біраз қуырып аламыз. Келесі сәбізімізді қосып, оны да 5-10 минуттай қуырып аламыз. Шамамен 10-15 минуттан кейін картопымызды саламыз. Үстіне суымызды құйып, дәміне қарай тұз қосып араластырып аламыз. Ал енді картоп пен сәбізіміз жұмсарғанша пісіріп аламыз. Картоп пен сәбіз піскеннен кейін оттың астын өшіріп, погружной блендермен жақсылап езіп аламыз. Ал енді ысып тұрған сорпаның үстіне плавленый сырды, яғни балқытылған ірімшігімізді қосып араластырамыз. Бұл жерде блендердің қолданудың қажеті жоқ, ыстық сорпаға салғаннан кейін өзінен өзі де еріп кетеді. Неге сорпамыз дайын болды, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қасына осылай асқабақ дәнін немесе қытырлық нанды қосып берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк, комментарий ұмытпаңыздар.